Сәлем достар, сіздерге уәде еткенде жүректегі көз түрік телехикаясында Миранның рөлін асқан шеберлікпен сомдаған актер Акын Акинос туралы видео дайындадым. Егер сіздерді актердің өмірі, мансабы мен махаббаты қызықтырса, бүгінгі видеодан барлығын біле аласыздар. Олай болса, видеоға лайк басып, каналға жазылып, комментарий қалдырып, қоңырауды баса кетіңіз. Ал кеттік ендеше. Акын Акинос 1990 жылы 1 қаңтарда Түркияның Анкара қаласында дүниеге келген. Оның анасы да өнер адамы, актриса Өзлем Акинос. Акынның балалық және жастық шағы Анкарада өткен. Оқуды бітіргеннен кейін ол математикалық колледжге оқуға түседі. Колледж аяқтаған соң шетелге кетуге шешім қабылдайды да Калифорния университетінде оқиды. Ата-анасы ұлының шығармашылық тұлға болып өсуін қалағандықтан, оны үнемі теледидардан көргісі келетін. Акынның театрға араласып, университет труппасында актерлік білім алуына осының өзі ықпал еткен болса керек. Түрік актері Акын Акинос жоғары білім алған соң еліне оралады. Онда оған словакиялық Азраил фильміндегі рөл ұсынылып, эпизодтық рөлге ие болады. Түрік киносында ол әйгілі керемет ғасыр Көсем империясында Алидің рөлін сомдаған. 2017 жылы актерге Аслан отбасы телехикаясында басты рөлді сомдау ұсынылады. Сондай-ақ Тақтың құқығы Абдул Хамид және Достар жақсы телехикаялармен де танымал. 2019 жылы Акын Акинос актрисалар Ebru Шахин және Илай Эркокпен бірге Желді телехикаясында басты рөлді сомдайды. Қазір бұл сериал Қазақстан ұлттық арнасында Жүректегі көз атауымен беріліп жатыр. Дәл осы сериалдағы Миран рөлі актерға зор жетістікпен атақ алып келді. Осылайша кино әлеміне аяқ басқан небәрі 5 жылдың ішінде өз елінде ғана емес, шетелдерде де танылды. Жеке өміріне тоқталатын болсақ, актердің басы бос, үйленбеген, отан алдындағы борышын өтеп, әскер қатарында болған. Аслан отбасы телехикаясының түсірілімде танысқан түрік актрисасы Буржу Өзбекпен бір кездері кездескен деп жазады ресейлік сайттар. Ал қазіргі таңда актердің сүйіктісі Арман текті американдық. Оның есімі Сандра. Дереккөздерде тегі әртүрлі айтылады. Пастемальчиян немесе Пастемалкиян. Акын мен Сандра Калифорнияда оқып жүргенде танысқан деседі. Актердің бойының ұзындығы 181 см. Инстаграм желісінде соншалықты белсенді болмаса да 3 миллионнан астам оқырманы бар. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Алдағы уақытта қай әртіс туралы білгіңіз келеді, комментте өз нұсқаңызды жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.